Келесі 821 есеп шығарамыз. Егер шаманың 1% 5 миллиметрге тең болса, осы шаманы табыңыздар дейді. Ол үшін біз 5 миллиметрді көбейтеміз 100-ге. Тең болады 500 миллиметр. Сонда 500 миллиметрдің 1% 5 миллиметрге тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 14 метр квадрат көбейтеміз 100-ге. Ол тең болады 10.400 метр квадрат. Келесі үшіншісін шығарайық. 49,7 теңге көбейтілген 100 тең болады 4.970 теңге. Яғни 4.970 теңгенің 1% 49,7 теңге болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 3900 кітап көбейтілген 100 тең болады 390 мың. 390 мың кітапқа. Келесі 7,3 килограммды көбейтеміз 100 санына. Ол тең болады бізде 730 килограмм. Сонда 730 килограммның 1% 7,3 килограмм болады екен. Келесі алтыншысы 1 гектарды көбейтеміз 100 санына. Сонда тең болады 100 гектар. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 822 есебіміз 1% 7 дециметр болатын шаманы табыңыздар дейді. Қандай санның 1% 7 дециметр болады дейді. Оны білу үшін 7 дециметрді көбейтеміз 100 санына. Сонда 700 дециметр болады екен. Сонда 700 дециметрдің 1% 7 дециметр болады. Келесі 26 тонна көбейтілген 100 тең болады 2600 тонна. Келесі 524 теңге көбейтілген 100 болады. Сонда тең болады ол 52400 теңге. Сонда 52400 теңгенің 1% 524 теңге болады екен. Келесі 45 сантиметр квадрат көбейтілген 100 тең бізде 4500 сантиметр квадратқа. Келесі 823 есебіміз. Есептеулерді жүргізбей, қайсы артық екен табыңыз, яғни аз көбін табу керекпіз. 74-тің 19% дейді. 19% немесе 74-тің 18%. Қайсы көп дейді. Бізде сандар егер бірде болатын болса, пайызы қайсы көп, сол жақ үлкен болады. Яғни 19% көп екен. Келесі екіншісіне қарайық. 49-дың 12%. 50-дың 30%. Енді санға қараймыз. Санның үлкені болатын болса, сол жақ көп болады. Сонда 50-дың 30% көп болады. Келесі үшіншісіне 64-тің 49%. 63-тің 48%. Санға қараймыз, қайсысы үлкен, сол жақ үлкен болады. Сонда 64-тің 49% үлкен болады. Келесі 50-дың 81%, 38 санының 82%. Санға қараймыз, үлкені бізде 50 болады. Сонда 50-дың 81% үлкен болады екен. Келесі 824 есебіміз берілген сөйлемдер ақиқат бар дейді. Біріншісін тексеріп көрейік. 1 метрдің 1% 1 сантиметрді құрайды дейді. 1 метрдің 1%-ын білу үшін 1 метрді бөлеміз 100-ге. Ол дегеніміз 0,1
метрге тең екен. Оны сантиметрге айналдыратын болсақ, 1 сантиметр екен. Яғни біріншісі ақиқат екен. Екіншісін шығарайық. Екіншісі 1 тоннаның 1% 1 центнер береді дейді. Оны тексеріп көрейік. 1 тоннаны бөлеміз 100-ге. Тең 0,1 тонна болады. 10 центнерге айналдыратын болсақ, 0,1 центнер болады екен. Бұл бізде ақиқат емес екен. Келесі үшіншісіне қараймыз. 1 метр кубтың 1% 1 сантиметр кубты құрайды дейді. Тексеріп көрейік. 1 метр кубты бөлеміз 100-ге. Ол тең болады бізде 0,1 метр куб. Оны сантиметр кубқа айналдыратын болсақ, 10.000 сантиметр куб болады. Яғни бұл да ақиқат емес екен. Келесі төртіншісіне қарайық. 245 адам 40 адамның 1%-нан артық дейді. Оны тексеріп көрейік. Бізде 245 40.000 адамның 1%-ын тауып алу керек. Бірінші 40.000-ды бөлеміз сонда 100-ге. Ол дегеніміз 400 болады екен. Ал енді ол артық деп тұр. Оны тексеретін болсақ, 245 саны бізде 400 санынан кіші. Сондықтан да бұл ақиқат емес екен. Келесі бесіншісі 3,3 миллион теңгенің 3 миллион теңгеден 1%-ға кем дейді. Бұл бізде ақиқат емес. Келесі алтыншысын шығарайық. 1 дециметр кубтың 1% 1 сантиметр кубты береді. Сонда 1 дециметр кубты бөлеміз 100-ге. Ол деген 0,1 дециметр кубқа тең. Олны сантиметрге айналдыратын болсақ, 10 сантиметр куб. Бұл да бізде ақиқат емес. Тек қана бізде біріншісі ғана ақиқат болады екен. Келесі 825-ші есебіміз 1% 0,124 болатын санды табыңыз дейді. Яғни бастапқы санды табу керекпіз. Ол үшін 100-ге көбейтеміз. Сонда 0,124-ті көбейтеміз 100-ге. Ол тең болады бізде 24-ке. Келесі екіншісін шығарайық. 0,18-ді көбейтеміз 100-ге. Оның нәтижесі тең болады 80-ге. Яғни 80-нің 1% 0,18-ге тең болып тұр. Келесі үшіншісі 3-ті көбейтеміз 100-ге. Ол тең болады 300-ге. Келесі төртіншісін шығарамыз. 1,6-ны көбейтеміз 100-ге. Оның нәтижесі тең болады 160-қа. Келесі бесіншісін шығарамыз. 7-ні көбейтеміз 100-ге. Тең болады 700. Келесі алтыншысын шығарайық. 5,15-ті көбейтеміз 100-ге. Оның нәтижесі тең болады 550-ге. Келесі жетіншісін шығарайық. 5-тен 1-ді көбейтеміз 100-ге. Қысқартайық, 5 санына тең болады 20. 20-ны 1-ге көбейтетін болсақ. Келесі 8-шісі 4-тен 1-ді көбейтеміз 100-ге. Қысқартсақ 25 болады. 25-ті 1-ге көбейтетін болсақ, 25 санының өзі шығады екен. Келесі 9-шысын шығарайық. 10-3-ті көбейтеміз 100-ге. Тең болады. Қысқартсақ 10-10-ды 3-ге көбейтетін болсақ, 30-ға тең екен. Келесі 10-шысын шығарайық. 1,5-тен 2 көбейтілген 100. Араласанды бұрыс бөлшекке айналдырып жазып аламыз. Көбейтілген 100. Қысқартсақ 20 болады. 20-ны көбейтеміз бөлшектің бөлімінде. 20-ны көбейтсек 140 саны болады екен. Келесі 11-шісін шығарайық. 3,2-ден 1 көбейтілген 100 тең
бөлшектің бөліміне 2-ні жазамыз. 6, 7 болады. Көбейтілген 100. Қысқартсақ 50 болады. 50 санын 7-ге көбейтетін болсақ 350 болады екен. Келесі 12-шісін шығарайық. 7,4-тен 3 көбейтілген 100 тең бөлшектің бөлімінде 4 болады. Көбейтсек 28. Қосатын болсақ, так 31-ге тең болады. 31-ді көбейтеміз 100-ге. Қысқартатын болсақ 25. 25 пен 31-дің көбейтіндісі 775-ге тең болады екен. Келесі 826 есебіміз. Үшбұрыштың бір қабырғасының периметрі 34%, екінші қабырғасы 36%, үшінші қабырғасы периметрдің қанша пайызын құрайды дейді. Бастапқыда үшбұрыштың периметрін табу формуласы ол бізде А қосылған Б қосылған С-ға. Яғни осы үшеуінің қосындысы бізде 100%-ға тең. Енді бір қабырғасы 34%-ға тең болатын болса, екінші қабырғасы 36%-ға тең болады екен. Енді жоқ, бізде үшінші қабырғасы, С қабырғасы деп белгілейді, 100%-ға теңестіреміз. Енді осы жерден С-ны тауып аламыз. С дегеніміз 100% азайтылған екеуінің қосындысы бізде 60-70-ге тең. 70%. Сонда үшінші қабырғасы 30%-ын құрайды екен.